Баршаларыңызға да ассалаумағалейкум. Арнама қош келдіңіздер. Қолдап отқан сіздерге көп рахмет. Бірде сауда жасамаққа дүкенге кірдім. Дүкен ішін аралап келе жатып, сатушының 5-6 жасар кішкентай баламен сөйлесіп тұрғанын көрдім. Сатушы оған: "Ренжімеші, бірақ сенің ақшаң қуыршаққа жетпейді екен" деп жатты. Сонда әлгі бала жанына таяп қалған маған бұрылды да: "Аға, сізде мына ақша қуыршаққа жетпейді деп ойлайсыз ба?" деді. Мен ақшаны санадым да қайтарып бердім. "Балапан, бұл қуыршақты алуға ақшаң аздау екен." Бала қуыршақты қолында ұстап тұр. Орнына қойғысы келмейді. Мен кезекке тұрдым. Сатушымен есеп айырылыстым. Сосын қуыршақты қимай тұрған жаңағы баланың қасына келіп, ойыншықты кімге алғысы келетінін білмек болдым. "Бұл қуыршақты менің қарындасым қатты ұнатып қалған. Бұрын оны сатып алғысы келетін. Мен қуыршақты оның туған күніне алып берейін деп жүргем. Қуыршақты анама берем, ал ол қарындасыма кететін кезде оған берер еді." Мұны айтқан кезде баланың жанары мұңға толды. "Менің қарындасымды Құдай алып кетті. Әкем солай дейді. Анам да жақында Құдайға кетеді дейді. Егер анам да қарындасым барған жерге барса, бәлкім оған осы қуыршақты ала кетер деп ойладым." Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Бала маған мұңды жанарын төңкеріп қарады. "Мен әкеме серуендеп келгенше анам кетпей тұра тұрсыншы" деп өтіндім. Сосын ол қойнынан өзінің күліп тұрған суретін шығарды. "Мен суретімді де анама беріп жіберем. Қарындасым ол жақта мені ұмытып қалмасын. Анашымды қатты жақсы көрем. Оның кеткенін сондай қаламаймын. Бірақ әкем қарындасың жалғызсырайды, анаң кетуі керек деп жатыр." Сосын ол мұң толған ойлы көздерін қуыршаққа бұрды. Мен жалма-жан әмиянымды алдым да балаға былай дедім: "Бәлкім қуыршаққа жинаған ақшаңды тағы бір санап көрерміз. Жетіп қалатын шығар мүмкін." "Мен де ақша қуыршаққа жету керек деп ойлаймын." Балаға байқатпай оның бір уыс ақшасына өзімдікін араластырып жібердім. Сөйтіп екеуміз қайтадан санай бастадық. Қуыршаққа жететін ақша шықты, тіпті сәл артылып қалды. Маған қуыршаққа жететін ақша берген үшін Құдайға мың тәубе. Кеше ұйықтар алдында мен Құдайдан анама, қарындасыма беріп жіберетін қуыршаққа жетер ақша сұраған едім. Ол мені естіпті. Анама да ақ раушан гүлін әпергім келген, бірақ мен оны Құдайдан сұраған жоқ едім. Дегенмен ол маған қуыршаққа да гүлге де жететін ақша беріпті ғой. Менің анам ақ раушан гүлін керемет жақсы көреді." Дүкен аралауда екі түрлі бір сұмдық күйде аяқтадым. Ойымнан әлгі бала шықпады. Кейіннен есіме түсірдім. Жергілікті газеттің бірінде ішіп алған жүргізуші бір әйел мен қыз баланы қағып кеткені туралы ақпарат жүреді. Бүлдіршін сол жерде қаза болған. Ал әйел ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Отбасы оны тірі етіп ұстап отырған құрылғыны өшіру туралы бір шешімге келуі қажетті. Сонда бұлар әлгі қарындасына қуыршақ әпергісі келген баланың отбасы болды ғой. 2 күннен кейін газеттерде әйелдің қайтыс болғаны туралы хабар жүрді. Көз жасымды тия алмадым. Ақ раушан гүлін алып, бейіт басына бардым. Табытта жап-жас келіншек жатыр. Бір шетінде қуыршақ пен сурет, екінші шетінде ақ раушан гүлі. Тамағымда кептеліп тұрған өксімді баса алмаған күйі кері бұрылып кетіп қалдым. Енді өмірім мүлде өзгеретінін түсіндім. Мен бұл балақайдың анасы мен қарындасына деген сүйіспеншілігін ешқашан ұмыта алмаспын. Бұл әңгімені айтып отырған себебім, естияр адамдар, ешқашан көлікке, мас күйлеріңізде отырмаңыздаршы. Тек өздеріңіздің ғана өмірлеріңізді емес, өзгенікін де күйретіп кететіндеріңізді
естеріңізден шығармаңыздар. Сақ болайық. Аударған Шынар Әбілда.